арман мүддесін, патриоттық сезімін аңғаруға болады. Мысалы, ел іші алтын бесік, туған жерін тауыстық, кісі елінде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол. Халық қоғамдағы барлық материалдық, рухани байлықтардың жасаушы, салт дәстүр, әдет ғұрып, тұрмыстық қалыптасушы, алға қарай дамушы, негізгі күш иесі болғандықтан көпке топырақ шашпа, көп қорқытады, терең батырады деген мақалдармен көп санасу керектігін аңғартады. Би шешендер мақал мәтелді ұтымды қолданған. Би шешен бізде болмағай қай заман міне. Қазақтың би шешендер даулы істе тапқырлығымен де қатар шешендік танытқан. Барша жұрт аузына қаратып сөйлей білмеген шешеннің беделі болмаған. Өйткені кез келген даулы істе жүйелі сөйлеп, тапқырлық танытпаса, оны тыңдайтын құлақ болмаған. Ал мақал мәтел сөздің тұздығы, хан төрелердің әділетсіздігіне тап болып, жауыздық іс-әрекетіне куә болған халық биің қылаң болса, жұртың ұлаң болады. Таңсоқта жер ит семіреді. Төреге ерген тоқымын арқалайды. Қойды құртаң бүлдіреді, елді сұлтан бүлдіреді. Теңгелі жерде теңдік жоқ деп әшкере қылған. Мақал насихат құралы. Қазақ мақал мәтелдерін кеңінен тарауына би шешендер маңызды рөл атқарған. Олардың айтқан сөздерін бір-біріне үлгі етіп, өсиет ретінде таратқан. Ағайын арасында татулық, өнеге туралы ойларын алға тартып, тәрбие құралының бір ретінде пайдаланған. Жақыныңа жаттай сыйла, жат жаныңды түңілсін. Абысын тату болса аз көп, ағайынның азары болса да безері болмайды деп бірлік ынтымаққа шақырған. Өткен іске өкінбе, ойнап сөйлесең де ойлап сөйле, сыртыңнан көріп ішіңнен түңілме, қарасын көріп күшімен түңілме. Ауру астан, көзің ауырса қолыңды тый, ішің ауырса тамағыңды тый. Жасында салақ болсаң, бара-бара бұлық боларсың, өнерлінің өрісі ұзақ деп өсиетте қалдырған мақал мәтелдер болған. Сонымен қатар кейбір орыс тілінен ұтымды аударылған мақалдар өзіндік орнын тапқан. Мысалы, дружно, но не грузно деген орыс мақалын жұмыла көтерген жүк жеңіл деп аударып қолданып жүр. Сырымның тапқырлығы, мөңке бидің үйінде арық құнанына мініп сырым бала келеді. Баланы көзіне ілмеген би шешесі